Осы видеода өте қорқынышты клиникалық белгі гидрофобия, яғни судан қорқынышты көріп отырсыз. Неге қорқынышты десеңіз, осы ауруға шалдыққан адам тірі қалмайды, және оның аты құтыру немесе бешенство. Бүгінгі күні құтыру Антарктидадан басқа барлық континенттерде кездеседі. Жыл сайын осы қорқынышты аурудан 59 мың адам, көбінесе Африка мен Азия елдерінде қайтыс болады. Оның 95% ит тістегеннен. Зардап шеккендердің 40% 15 жасқа дейінгі балалар. Бұл инфекцияның негізгі тасымалдаушылары жабайы және үй жануарлары, түлкілер, жарқанаттар, мысықтар мен иттер. Осы кішкентай РНК молекуласының негізгі мақсаты сіздің миыңызға ену. Ол жерге жету үшін өте тиімді механизм таңдалған. Істелген жер мен бұлшықет арқылы еніп, жоғарғы жылдамдықты пойыз сияқты оны тікелей денеңіздің орталық жүйке жүйесіне жеткізеді. Құтыру вирусы жұлынға жеткенше, ол іс жүзінде ешқандай белгілерді көрсетпейді. Бұл кезең 2-3 айға созылуы мүмкін. Бірақ ауру адам тістеліп 1 жылдан кейін ғана пайда болған жағдайлар белгілі. Яғни сіз тістелгеніңізді ұмытып қалдыңыз, ал сіздің денеңізде қайтымсыз процестер қарқынды жүріп жатыр. Миға жеткенде құтыру вирусы өзінің миллиондаған көшірмелерін шығарады. Осыдан кейін ол бүкіл денеге таралып өлімге әкеледі. Бастапқыда симптомдар қарапайым тұмаудың белгілеріне өте ұқсас. Бұлшықет ауру, қызу, тамақ ауруы. Бірақ вирус миды жұқтырған кезде ауыр қабыну немесе энцефалитті тудырып, осыдан кейін нағыз хаос басталады. Біріншіден, көме мен сілекей бездерінің бұлшықеттері істен шығады. Құтырудың негізгі белгілері судан қорқу және үнемі сілекей ағу. Бұл қайтымсыз өзгерістердің салдары. Құрысулар мен спазмдар пайда болып, мидың бұзылуына байланысты толық бағдарсыздық орын алады. Науқаста апатия, агрессия, тіпті басқаларды тістей бастайды. Ал одан кейін өлім. Құтырудың белгілері пайда болған кезде науқасқа тірі қалуға мүмкіндік болмайды. Алайда осындай жағдайда да толығымен емделген оқиғалар болған. 2004 жылы Висконсин штатында тұратын 15 жасар Джина Гистің саусағын жарқанат тістеп алған. Ата-анасы жарақатты жеңіл деп санап, дәрігерге жүгінбеген. Джина 37 күннен кейін жіті жұқпалы ауру белгілерімен ауруханаға түскенде, анасы жарқанаттың тістеп алғанын бірден есіне алмады. Емдеуге мүмкін болған бағалы уақыт өтіп кетті. Осы кезде дәрігерлер ата-анасына тәжірибелік емдеу әдісін ұсынды. Миға зақым келтірмеу үшін қызды жасанды комаға түсіріп, вирусқа қарсы препараттармен емдеу курсын бастады. 6 күннен кейін қыздың иммундық жүйесі вируспен белсенді түрде күресіп жатты. 31 күні ауру Джинаның денесінен толығымен жоқ болды. Осылай 36 науқас эксперименттен өтті, бірақ 5 ғана аман қалды. Сондықтан жалғыз ем бұл вакцинация. Құтырмаға қарсы вакцинаны әйгілі француз дәрігері Луи Пастер жасап шығарады. 1885 жылы құтырған итпен тістелген 8 жасар бала алғашқы сәтті вакцина курсынан өтті. Бүгінгі күні антирабиялық вакцина мыңдаған адамдарды құтқарады. Дер кезінде және дұрыс жиілікпен жасалған екпе вирусты миға жеткенге дейін жоя алады. Кез келген жедел жәрдем бөлімінде тістелген адам ешқандай талқылаусыз қабылданады және барлық қажетті инъекциялар жасалады. Екпені дер кезінде жасамау өлімге әкеледі. Сол үшін немқұрайлық танытпаңыз. Ұқпайтындарға арнайы түсіндірейін. Құтыруға қарсы екпе ол бала кезіміздегі жасалған немесе өткен жылдарда бүкіл ел салдырған вакцина емес. Ол арнайы құтырумен ауыратын жануар тістелгенде егілетін вакцина. Ұқтыңыз ғой? Тістелмей тұрып қандай да екпе жасалса да, құтыруға қарсы вакцина міндетті түрде жасалу керек. Ал енді құтырумен ауыратын жануарлар топтамасы. Бастапқыда ауру білінбейтін болса, кейін көп ұзамай осындай деңгейге дейін барады. Түлкі сау кезінде адамнан қашады, ал осындай қылық тек құтырған жануарға ғана тән. Ой, кет бар! Ауру! Кет бар! Басып өтеміз! Басып ақып қойма.
өкінішке орай халықтың арасында қасқыр құтырумен ауырмайды деген пікір кеңінен таралған екен. Осы видеода құтырумен ауырып қалған қасқыр, кез келген сау қасқыр адамды және оның көлігін алыстан естіп, иісін сезіп алшақ болуға тырысады. Ал осы қасқыр өзінің не істеп, не қойғанын түсінбей, нағыз зомбиге айналды. Байқасаңыз, қарға жақын жерде ұшып, қасқырдан кетпей жатыр. Бұл ақылды құс қасқырдың жақын арада өлетінін біліп, тамақтануға дайындалып жүр. Қасқыр өте қызықты жануар және ол көптеген сұрақтарды туғызады. Мысалы, неге қасқыр иттерді жек көреді? Бұл жайлы толық видео көргіңіз келсе, осы жерге басыңыз.